Әйел бетімен жаймене шапалақтады. Ол морзе әліпбиі арқылы сотта айыпталған адаммен жасырын байланыс орнатуға тырысты. Мақсаты оған бұл жерден қашуға көмектесу еді. Джон мұны байқап сабырлы болуға тырысты. Содан кейін ол көзін жыпылықтау арқылы жасырын жауап берді. Ал Мэри тез арада қаламын алып, Джон жіберген әрбір белгіні жазып алды. Тергеуден кейін Джон өлім жазасына кесілді. Оның жазасы 2 күннен кейін орындалу керек болды. Бірақ ол ешқандай үрей белгілерін көрсеткен жоқ. Өйткені дәл сол сәтте Мэри қашудың жоспарын жасап қойған болатын. Джонның берген нұсқаулығына сәйкес белгіленген көшеге барып қабырғаның бір кірпішін басады. Сол кезде қабырға баяу көтеріле бастады. Оның арғы жағында сәнді көлік тұр екен. Мэри көлікке отырып Джонның айтқан адамына қарай жол тартты. Көлік тоқтағанда қабырға қайтадан көтеріліп жасырын үңгір пайда болды. Бұл жерде Джонның құпия панасы бар еді. Мэри тез арада кодты енгізді. Сол сәтте сөредегі заттар біртіндеп шыға бастады. Алдымен Мэри сөреден қолма-қол ақшаны алды. Сосын сары және жасыл эликсирді қолына түсірді. Барлығы Джонның жоспары бойынша жүзеге асып жатты. Мэри Джонға министр арқылы шыққысы келді. Егер ол бір түнін министрмен өткізген болса, оған кез келген уәдесін орындауға дайынмын деп уәде берді. Мэри қасында жатқан газетті алып қызығушылық танытқандай кейіп танытты да бірінші бейнесінде басылған тұтқынды кездестір деп рұқсат сұрады. Министр бірден бас тартты, өйткені ол аса қауіпті адам еді. Мэри наразылық білдіргенде сынай танытып кетіп бара жатқандай болады. Сол сәтте министр райынан қайтып оның өтінішін орындауға келісім береді. Көп ұзамай министр оның қолынан ұстап түрмеге бірге кіреді. Джонды да камерадан шығарады, бірақ ол сабырлы қалпында. Сөйтіп үшеуі бірге тергеу бөлмесінде отырады. 20 минуттан астам уақыт өткен соң Мэри мен министр бірге бөлмеден шығып кетеді. Джонның жүзі әлі де суық әрі сабырлы түрде. Келесі күні Джонды өлім жазасына жібереді. Оны бірден дарға асатын жерге қарай айдады. Бірақ оның бет-әлпеті әлі де өзгеріссіз сабырлы қалпында. Бұл оғаш қылықтар бірден күдік тудырады. Полиция кенеттен Джонның үйінде көп мөлшерде бет жасайтын жасанды материалдың бар екені